Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кебатулланың қабырғасын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 1 триллион 374,1 миллиард теңге зейнетақы төлеуге бөлінді. Еңбек және де халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, базалық зейнетақы төлеуге 421,9 миллиард теңге, ынтымақтақты зейнетақы төлеуге 952,2 миллиард теңге бөлінген. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша зейнеткерлер саны 2,299,000 адам болып отыр. 2023 жылғы бірінші маусымдағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 120,743 теңге болды. Оның ішіндегі ынтымақтақты зейнетақы мөлшері 82,881 теңге, базалық зейнетақы 37,862 теңге. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.